Ерлік пен қасірет тоғысқан тағдыр. Құлагер. Бүгін мен қазақ әдебиетінің алтын қазығы, ұлт руханиятының шамшырағы Илья Жансүгіров туралы буктрейлерімді ұсынамын. Ол сөз құдіретін жүрегімен сезген, ұлт тағдырын жырына арқау еткен заманның заңғар тұлғасы. Бүгін мен оның ең көкке самғаған туындысы Құлагер поэмасы туралы сөз қозғаймын. Илья Жансүгіров қазақтың өлеңін биікке көтерген алып ақын. Ол ақын ғана емес, драматург, прозашы, публицист, аудармашы және қоғам қайраткері. Халық өнерін терең зерттеп, күйді сөзге, әнді жырға айналдырған тұлға. Сондықтан да оны әдебиетте күйдің ақыны, құлагердің жыршысы деп атайды. Құлагер Ильястың жүректен туған шедевр. Бұл поэмада ақын бір ғана тұлпардың тағдырын емес, халықтың жүрегі жарасын суреттейді. Ақан сері өнердің, сезімнің, нәзік жүректің иесі. Ал құлагер еркіндіктің, тазалықтың, ақ сұңқар арманның символы. Жарыс қуаныш, дүбір үміт, алаулаған намыс бір мезетте сұмдық қостандыққа ұласқан. Құлагер құлаған сәт тек ат өлімі емес. Бұл әділеттің жағылған шағы, адамгершіліктің жараланған тұсы, халық рухын сыздатқан мұң. Ильяс осы жыр арқылы адалдықты өлтірген заманның бетпердесін ашты. Бірақ ол рухты тоқтата алмады. Оның жыры мәңгі. Оның есімі ел жүрегінде. Ол қазақ рухының биігі, мәдениетіміздің темір қазығы. Ильяс рухтың шамшырағы. Ол бізге сөздің қасиетін, адалдық пен еркіндіктің бағасын аманат етті. Құлагердің тағдыры, адалдықтың құнын, ұлт намысының биіктігін еске салады. Біз сол рухтың жалғасымыз. Өнерді қадірлейік, әдебиетті құрметтейік, ұлт намысын биік ұстайық.